Сәлем достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте қарапайым, оңай, ең бастысы дәмді болып пісетін котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай фарш, бір жұмыртқа, тұз, бұрыш, ұн және 2 картоп пен жуа қажет болады. Жуаны ұсақтап турап немесе блендерден өткізуге болады. Картошканы осылай теркіден өткізіп аламыз. Қалауыңызша тұз, бұрышын қосып, кейін жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Алдымен қолымызды сулап алып, жаңағы дайын болған фаршымызды жапырақ пішіндетіп, осылай дайындап аламыз. Табамыздағы май қызғанша, видеодағыдай жаңағы котлеттерімізді ұнға осылай аунатып аламыз. Құрамына су, нанды қосқан жоқпын, өйткені жуа мен картошканың суы да жеткілікті. Орташа отта 2 жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Жасалу жолы оңай, тез, ең бастысы дәмді болып пісетін котлетіміз дайын.